Егер де үйде отырып табыс тапқым келеді деп ойлап жүрген болсаң, осы сметаникті істеп ақша таусаң болады. Сәлем достар, Дана Хамид парақшасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерменен осы сметаниктің істелу жолын бөлісетін боламын. Сметаникті дайындауда міндетті түрде тәрізі керек болады. Ұнымызды өлшеп аламыз. Қанша мықтарда салғанымды описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Алдыменен ұнды өлшеп алдық. Оны тәрізіні нөлге қойып, үстінен осылай песокты саламыз. Бір ас қасық менде осы разрыхителді салдым. Құрғақ масалардың барлығын біркелкі араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Тағы нөлге қоямыз. Осы кезде сарымайымызды өлшеп салатын боламыз. Бұл жердегі сарымай менде қадымғы три желания сарымайын салған болатынмын. Маргарин бұл жерде болмайды, сарымай болу керек міндетті түрде, және ол мұздай болу керек, салқын сарымай болу керек. Бөлме температурасында тұрған еріген сарымай болмайды. Осылай сарымайымызды мұздай күйінде еріп кетпестен бұрын осылай тез-тез қолымызбенен үгітіп, крошка жағдайына келтіріп алуымыз керек. Біркелкі ұнменен бірге барлығын осылай араластырамыз. Менде ұнменен май араласқан осындай крошка пайда болды, және осы ұн мен майдың үстіне араласқан крошканың үстіне бір жұмыртқамызды шағып салатын боламыз. Бұл жерде жұмыртқамызда салқын болуы керек. Холодильникте тұрған салқын жұмыртқа болуы керек. Және қолымызбен біркелкі қамыр боламын деген шекем араластырамыз. Ешқандай су, сүт құйылмайды. Осы бір жұмыртқаның өзіменен қамыр болып иленеді. Және осы кезде байқау керек жағдай, қолымызға егер қамырымыз жапсыңқы болып тұратын болса, осылай 2 ас қасықтай мен ұн салған болатынмын. Көп ұн салып жіберуге де болмайды. Песочный тесто шықпай қалады бізде. Жаймен бір қасықтап салып, қайтадан илеп қамырдың тестоның жағдайына қарап салуыңыз керек. Міне видеода көрсетілгендей менде осындай песочный тесто пайда болды. Енді бұл тестомызды жақсылап осылай қолымызбенен зуалап пакетке орап, холодильникке жарым сағатқа қалдырып қоятын боламыз. Қамырымызды холодильникке салып болып, оның иі қанамын деген шекем начинкасын дайындап тұрамыз. Оған бізге осы бір құты қаймақ қажет болады, яғни 400 грамдық 45% қаймақты пайдаландық. Енді осы бір құты қаймақтың барлығын тәрезіге салатын боламыз. Тәрезіні нөлге қойып алып, оның песогын салатын боламыз үстінен. Песогын осылай саламыз, және оған 4 жұмыртқа шағамыз. Егер де сіздерде ванилин бар болатын болса, ванилин салуыңызға да болады. Барлығын біркелкі осылай лопаткамен араластырдық. Бұл жерде айта кететін жайт, оны миксермен араластыруға болмайды. Миксермен емес, лопаткамен немесе венчикпен араластырамыз. Осындай бір қалыпты массаға келем деген шекем. Сосын бізге осындай форма қажет болады, яғни менде 24 диаметрлік форма. Бұл бізде үйде көптен бері қолданып келе жатырған, бірнеше жыл болды. Енді бұл формаға 10 жылдан астам уақыт болған үшін осындай күйге келді. Негізі таза, жақсы, қалып көптен бері қолданам. Торт жасауға да идеальны формалардың бірі. Енді осы формаға біз қамырымызды салатын боламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөлдік, яғни үлкен бөлігін астыңғы жағына осылай қолымызбенен бір текс етіп барлық жеріне жеткізіп жаятын боламыз. Жұқа болуға болмайды, шамалы қалыңдау болып жаюымыз керек. Ал екінші бөлігін болса қолымызбенен осылай үлкейтіп алып тұрып, шеттеріне, яғни бортиктерін жасайтын боламыз. Ол шеттерін жасау міндетті түрде, себебі біздің ішіне начинкамызды құйған кезде ол жан-жағына ағып кетпеуі үшін осылай етіп бортиктарында жасап аламыз, барлық жеріне жеткізіп. Енді тестоның үстіне начинкамызды дайындап қойған начинкамыздың барлығын құятын боламыз біркелкі етіп. Енді 150 градуста 20-25 минутта пирогымызды пісіріп алатын боламыз. Егер де сіздің духовкаңыз жай қызатын болатын болса, онда алдын ала қыздырып қойғаныңыз жөн. Енді пирогымыз піскеннен кейін оның формадан сразу босатпаймыз. Толықтай орталары суығаннан кейін барып формадан босататын боламыз. Сол кезде орталарда піскен болады. Егер де толықтай суымастан бұрын кесетін болсаңыздар, ортасы ағып кетеді. Яғни толықтай суығаннан кейін барып кесуге болады. Бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.